Сәлеметсіздер ме? Бүгін капустадан өте жұмсақ мынадай пирожки жасайтын боламыз. Бізге ол үшін ыдысқа 2 қасық қант, 1 қасық тұз, су 500 мл және 3 жұмыртқаның сарыуызы керек. Жақсылап араластырамыз. 1 ас қасық дрожь саламыз. Және үстіне 130 мл сұйық май құямыз. Майымызды қосып жақсылап араластырып, 1,5-2 стакан ұн салып араластырамыз. Мынадай қоймалы жаңы масса болады бізде. Оны 20 минутқа жылы жерге қоямыз. 20 минуттан соң ұн салып жақсылап қамыр елейміз. Қамырымызды жарты сағаттан соң тағы да қайырып 1 сағатқа жылы жерге қоямыз. Қамырды өте қатты қылмаймыз, жұмсақ болады. Егер қолыңызға жабысып жатса, ең соңында 1 қасық сұйық май құйып илеп жүрсеңіз, қолыңызға жабыспайды. Енді салмасын дайындаймыз. Мындай пияз, сәбіз, капуста үшеуін тұз-бұрыш салып қуырып аламыз. Мінекей, салмасын салатын кезде ол міндетті түрде салқындатылған, жылы болмау керек. Қамырымыз осындай бөліктерге бөлеміз және мындай домалақ қылып жасаймыз. Қамырымыздың бетін кеуіп қалмас үшін жауып қоямыз. Және шетінен қамырды алып осылай қолмен жаямыз. Және үстіне салмасын салып бүгіп шығамыз. Бүгіп шығып оны қызып тұрған майда қуырамыз. Майымыз қатты қызып тұрмау керек, себебі пирожки тез қызарып кетеді, ортасы піспей қалады. Сол үшін ең бірінші 1 пирожкиден қыздырып көру керек. 1 пирожки 5-7 минут аралығында піседі. Осылай 2 жағын және 2 жанын кезектесіп қуырып аламыз. Пирожкиді ең бірінші майға салған кезде бір беті кішкене сарғайғанда сразу екінші бетін аудару керек. Солай кезектесіп орап аударып тұрамыз. Мінекей біздің пирожки дайын, ас болсын.